Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім дүнген ұлтының хит тағамының рецепті. Дайын тағам ретінде магазиндерге сатуға болатын көше тағамы. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. 500 грамм ұнға 1 шай қасық қант, 1 ас қасық ашытқы, және де 1 шай қасық тұз салып, 280 мл жылы суменен қамырды илеп аламыз. Қамырды біріктіріп, илеп, жақсылап отырып, илеп алған соң ашытып қоямыз. Қамыр ашығанса, салмасын даярлаймыз. Сиырдың етін жіңішкелеп турап аламыз, және де түрлі бұрыштарды, қызыл бұрыш, көк бұрыштарды жіңішке қылып турап аламыз. Және де бір тал пиязын да жіңішкертіп турап аламыз. Қамырымыз ашыған соң астақтайға алып, ұн сеуіп отырып, ауасын шығарып отырып, ұзын шақтап алып, тең бөліктерге бөліп шығамыз. Содан соң ұн сеуіп отырып, илеп отырып, домалақтап, алдыменен жасап аламыз. Содан соң бетін жауып, 5 минуттай қоя тұрамыз, кішкене босағанша. Содан соң бір шетінен алып, оқтауменен ұзын шақтап жайып аламыз. Алдымен эллипс формасында ұзын шақтап, сопақшалап жайып аламыз. Содан соң 2 қабаттаймыз. 2 қабатта бүгдеп, бір шетінен бастап орап, енді бір шетіне дейін орап, ұшын астына қарай жапсырып, қолымызбенен осындай басып шығамыз. Алдыменен барлығын осындай дайындап аламыз. Содан соң жұқартып жайып шығамыз. Барлығын жұқа қылып жайып алған соң табаны құрғақ күйінде қыздырамыз. Қыздырып, 2 бетін қызартып алсақ болды. Піскен кезде көтеріліп, арасы қуыс болып шығады. Піспей қалады деп уайымдамаңыздар, баяу отқа қойып, осындай нан пісірген сияқты пісіріп аламыз. Содан соң салмасын даярлаймыз. Салмасына етті қуырып аламыз. Етті сарғайғанша қуырып алып, содан соң 1-2 ас қасық соя соусын құямыз. Ет піскенше қуырамыз. Содан соң пиязын қосып қуырамыз. Содан соң дәмдеуіштерін саламыз. Қара бұрыш, зира және қызыл бұрыш саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қызыл бұрыш, көк бұрышты салып араластырып аламыз. Салмасын пісіріп дайындап алған соң, жаңағы қарма нанымыздың ауыз жағын кесеміз. Пішкен кезде көтеріліп, арасы қуыс болып шығады. Ауыз жағын кесіп алған соң, жаңағы салмаларымызды салып шығамыз. Салмасына осылай етпенен бұрыштардан қосып дайындасаңыздар да болады, немесе етсіз жасасаңыздар да болады. Картоп, сәбіз, қызыл бұрыш, көк бұрыштарыңызды қосып, басқалай салаттармен жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен өз басым бұл тағамды өте ұнатып жеймін. Өте тойымды тағам. Егер де соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.